Менің балам дейтін іші ауырып, содан мен бірінші фруктазан бердім. Я құсасын, я шығасын дедім. Содан келеді де балам ішім өтті дейді. Сосын сол күні мен қарамайым. Туалетке отырады. Сосын сол күні бірақ спирулин, қитазан, кардицепт үшеуін беріп тастадым ұйықтарда. Сосын ертесі күні тағы ішім ауырады деді. Сосын тағы беріп тастадым. Сосын екінші күн дегенде балам айтты, сен осы горшокқа отыршы, қарайын мен деп. Ұлдар келерде горшокқа отыр дедім. Содан екінші күн дегенде горшокқа отырғыздым, өзім қасында болдым. Мә, жаңағы ұл дәреттегі құртты көрсең дейтін, ұл жауып тұр ғой, жауып. Видеоға түсіріп алу керек. Соң басым жасамай қалыпты менің. Содан мә, сідігінің беті жүзіп тұр ғой, ақ құрттан дейтін. Содан ғой шығырып. Содан әкесін шақыртып алдым. Әкесі ұйықтамаған екен. Әкесі айтты, мені көрдің бе баланың іші қандай екен. Содан дым қоймай айтым ғой, же ана чипсы же, адам айтқан тыңдамайсыңдар деп оны ұл бөрікке алып жатырмын ғой. Содан 3 күн, 5 күн бойы үзбей бердім. 5 күнде уже результатта дым жоққа 5-ші күнде қарағанда. Жақсы болған екен. Күнде қарап отырам, дәрет отырсам, қарайым. 2 мезгілден бердім, үшеуін. Сөйттім. Мә, күшті. Қап, видеоға түсіріп алмай қалғанымыз қиын болған екен, Содан жақсы, балам, әлі беріп келатым, осы айдың аяғына. Сосын анализ өткенде құртта барғанда анализ тапсырдық, құрт бар деп айтты дейді. Енді ертең шешесі енді тапсыртқызам дейді, осыны ішіп болсын дедім енді, осы айдың аяғына дейін ішін до конца. Сосын соған сенбей өзім бауырына құрт кетіп қалар деп УЗИ-ға түсіртіп келдім Атырауға барып. Бауыр таза деді. Сосын көңіл бірлен, мен жаңағы құрт дейтін көзбен бауырға түседі ғой. Содан қорқып УЗИ-ға түсіртіп жүргенім ғой. Дұрыс. Жақсы болған екен, ем болсын. Содан балам шүкір, қалайсың балам десем, әже мен жақсымын, күшті, өз-өзім жақсы сезінемін дейді ғой. Молодец, ем болсын, әлі беріп келатырмын. Дұрыс, бере беру керек, личинкілері қалмау үшін бере беру керек. Жақсы, рахмет.